Hayırlı gün dostlar. Bugün pişirетін tamamımız tаңғы ас. Nан мен сосиска жұмыртқа үшеуін қуыру. Оны нанды былай кесіп аламыз. Жіңішкелетіп осылай кесіп аламыз. Нанды да кесіп аламыз. Осындайдан 9 штугын кесуіміз керек. И былайдан ішін алып тастауымыз керек. Мінекей достар, осылай ішін алып тастаймыз. Осындайдан 9-ын жасап алуымыз керек. Мінекей құрметті достар, 9 нанымыз дайын болды. 9 штук сосискамызды енді біз табаға сливочный маймен или сары маймен қуырып алатын боламыз. Сосын ары қарай көрсететін боламын. Тура бір түйір жуа керек болатын болады. Майдалап турамдан. Сосын 9 жұмыртқа керек болатын болады. Мінекей достар, біз сары маймен осылай ертіп алдық. Енді қазір сосискамызды салып қуыратын боламыз. Мінекей достар, сосискамызды салдық. Kişkene javatırmasak may şaşıra batır. Peki dostlar, sosiskimiz qurulup oldu. Endi biz piyazdın bir tushligini to'laydigan bo'lamiz. Maydalab turib olamiz. Мінекей жуамызды maydalab турап, арасына укропымызды салып, maydalab турап, оны араластырып алдық. Енді қуырылған сосискамызды осындай көлемде турап аламыз. Нанның деңгейімен бірдей болу керек. Болды. Мінекей бағана сары майымызға, қалған сары майымызға осылай қуыруды жөн көрдік. Maydalab турадық. Piyaz бен укроп араласқанды сеуіп қойдық. Нанның ортасына салып. Енді қазір жұмыртқамызды салатын боламыз. Үстімізге қалағанша. Толса біреуінен толса қоя қоямыз, болмаса екеу саламыз. Сөйтіп мына бетін қуырамыз. Мінекей қуырылу үстінде. Кішкене тұз себелейтін боламыз. Mine жұмыртқаны құйдық, тұзын салып алдық, бетіне себелеп. Енді қазір сәл қуырылғаннан кейін мына бетін аударып саламыз. Екінші бетін аударудамыз, осылай тұрғанда, толып тұрғанда. Маған 2 жұмыртқа салып артық тауып кетті. Пиязбен укроп салудамыз. Осыдан кейін жұмыртқа саламыз. Мінекей достар, барлығы тамаша болып пісті. Мынаның бір беті мынадай, бір беті мынадай болып піседі. Бір беті мынадай болып. Сары жұмыртқаның бет жағына біз 200 граммдай сырды үккіштен өткізіп алдық. Соны енді себелейміз. Себелеп саламыз да осыны микроволновка пешке 1 минутқа, 2 минутқа қойып сырды ертіп алатын боламыз. Дайын болған кезде дастархан басына барып дәм көретін боламыз. Барлығы дайын болды. Енді пешке салып аламыз. Мінекей достар, барлығы әп-әдемі болып пісті. Енді дәмін көрейік. Өте керемет. Таңғы асқа дайындасаңыздар болады өздеріңіз.
Betine ukurap bolsun, ko'kjoğa bolsun, mayonez ketchup bolsun kosup jegüleriňizge bolat. Bu jagdaýda oslar özleriňizi daýdasaňyzlar bolady. Biziň kanalga tirkelip, kommentariy жазып, qoňuraw şany basyp ketүүnü unutmaýyňyzlar. Kelesi кездескенче videoda sag salamat bolуңузlar.